Көптеген кітаптардың ішіне менің көзіме Бақытжан Момышұлының «Мен әлі сәбимін» атты кітабы ілінді. Бақытжан Момышұлы деген кезде есімізге Бауыржан Момышұлы түсетіні сөзсіз, заңды құбылыс. Өйткені Бақытжан атамыздың баласы. Бірақ ол басқа әңгіме. Бақытжан Момышұлының «Мен әлі сәбимін» атты кітабы Алматыда Жалын баспасынан 1984 жылы 245 болып шықты. Бұл кітапқа бір топ повестер мен әңгімелер еніп отыр. Мен осының ішінде Ермек атты әңгімесіне тоқталғым келеді. Әңгіменің басты кейіпкері Ермек әлі бала. Баланың арманы көп қой. Автор үлкен шеберлікпен баланың арманы арқылы оқырмандарды алға жетелейді. Спорттың барлық түрін насихаттайды. Жеңіс оңайлықпен келмейтінін айтады. Осы кітапта маған ұнағаны Ермек бокспен шұғылданып, атақты боксшы Мұхаммед Алиға еліктейді. Содан мамасына келіп, Мұхаммед Али қартаяды ғой, мен қартайған кісіге қалай қолымды көтерем, мен қалай онымен бокстасамын дейді, қынжылаған. Осы кішкентай эпизод арқылы автор қазақтың тәлім-тәрбиесін, болмысын, ділін көрсете білді. Қазақ қашанда үлкенді сыйлаған, қарты бардың қазынасы бар демекші. Ермек судан жүзуден чемпион болғысы келмейді. Бірақ онда қалай тенісші болам деп алаңдайды. Машина айдауды үйреніп, үй салып жатқан кісілерге көмектесемін дейді. Кәсіптік бағдар деген осы емес пе? Ермектің арманы көп. Ол барлық ай мен жұлдыздардың жұлдызы болғысы келеді. Қашанда жетілген сәтте намысынды таптатпа, артында отаны тұр. Спорт ол жай ғана ойын емес. Жеңіске жету үшін үлкен табандылық қажет, еңбек қажет, талант қажет. Ал басты талант адам болу. Ата-анасының осы өсиеттерін кішкентай Ермек өмір бойы жадында сақтайтыны сөзсіз. Жұмысшы мерейлі мамандық атты челленджді Талғар политехникалық колледжден қабылдап, Шелек политехникалық колледжіне жолдаймыз.